Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Саламатсыздар. Оқушылар, сабағымыздың бастамас бұрын мен сіздермен сенімді тренингін өткіземін. Ендеше мен бастайын. Бүгінгі сабағымыз өте керемет өтетініне сенімдімін. Себебі менің алдымда ең талантты, ең керемет класс және оқушылар тұр. Қазақтардың бұл тайпалық құрылымы мынандай тарихи оқиғалармен байланысты бұл ең біріншіден көшпелі саяси қоғамның бейімделуіне және сонымен қатар жаңа құрылымдық қоғамға ұйымдастыру секілді тарихпен байланысты. Қазақтардың ру-тайпаның басты қызметі саяси, әлеуметтік және шаруашылық өмірді ұйымдастыру, яғни оны жақсарту болды. Бірінші деңгейдің бірі ол жүздерге бөлінді, ол яғни орта жүз, кіші жүз және ұлы жүз болып бөлінген болатын, және де қалған деңгейлер ол тайпа, ата тегі, әулет болып көптеген топтарға жіктелді. Тайпалық құрылым бұл бізде ата-бабамыздан келе жатқан салт дәстүрді ұрпақтан ұрпаққа жеткізуде үлкен бір рөл ойнайды. Дауларды шешу үшін билер соты, төре би төрелігі, татуласу дәстүрі және құн төлеу арқылы осы механизмдер арқылы мәселелерді шешті және бұл әдістер арқылы әділдік пен татулықты сақтауға бағытталып ғасырлар бойы дамып осы қоғамдық құрылымның ажырамас бөлігіне айналған. Ұлан қайратырақ, ертіс пен еділдің, арқа мен алатаудың арасы, қазақтың алтын бесігі ата жұрты. Әгер әке, кімде-кім осынау қасиетті жерімізге көз алартып, шырқымызды бұзар болса, өз қанына өзін тұншықтырамызды білген абзал. Төсекте басымыз қосылмаса да, төскейде малымыз қосылған, қай көршімізге де айтарымыз осы. Дос болғанға құшағы ашық туысымыз, қас қылғанға қиып түсер қылышымыз.